Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 89-шы жаңа сабақ диктант тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты мәтінді бұрмалаусыз жазамыз. Әріптерді бір-біріне қоспаймыз және орындарын ауыстырмаймыз, тастап кетпейміз. Әріптер мен дыбыстар ара қатынасын белгілеуді білеміз. Және оқылған материал бойынша тыныс белгілерін дұрыс қоямыз. Жазу кезінде сауаттылықты сақтаймыз. Сөздерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтаймыз. Сіздер дайын болсаңыздар, диктантты бастаймыз. Диктант. Елік. Тақырыбы елік. Бірінші мен бір оқып берейін, сосын мұқият жазамыз. Елік сұлу аң. Тауда, орманда, жазықта тіршілік етеді. Жүзге жоқ өсімдік түрімен қоректенеді. Лағын құралай дейді. Ол сүйкімді, әдемі болады. Жырма сөз. Бұның ішінде сіздерге түсіндірілетін сөздер құралай және аң сөзі. Дайын болсаңыздар, диктантты бастаймыз. Жақсы, жарайсыздар. Ұстаздарыңызбен бірге мұқият, қатесіз орфографиялық норманы сақтай отырып жазыңыздар. Олай болса балалар, диктантты жазып болған болсақ, өткен сабақты еске түсіру мақсатында мұнда берілген заттың сынын білдіретін берілген белгілері бойынша тауып, суретін салайық және түсіндіріп дәлелдейік. Заттың сынын білдіретін сөздер қандай, қай деген сұрақтарға жауап беретін еді. Яғни түрін, түсін, пішінін барлығын анықтайтын едік. Ал балалар, сопақ, қызыл, ашы, ол не деп ойлайсыңдар? Қане, қайта ойланайықшы. Сопақ, қызыл, ашы. Дұрыс айтасыңдар, ол қызыл бұрыш. Екінші, өзі жыртқыш және қу. Ол не деп ойлайсыңдар? Дұрыс, түлкі, жыртқыш және қу. Үшінші, өзі сұр және қорқақ. Ол не деп ойлаймыз? Дұрыс айтасыңдар, ол қоян. Жақсы балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.